Қане балалар, мен сіздерге ертек айтып беремен. Солай екен, ертегіміз басланды. Бір бар екен, бір жоқ екен. Бұрынғы өткен заманда теңіз жағасында бір ғарры менен кемпір жасайды екен. Кемпірмен балық аулауға бараман. Ауың майлансын ғарры, үлкен ылақау сулап кел, бір балық қарма жейік әз етіп. Ғарры теңізге балық аулауға барады. Ауа, бүгін атамыз тағы ау салып батыр. Бәрекеллі. Ауға бір алтын балық түсті. Қандай сұлу жылтырап тұр. Мені босатып жібер, ата. Мен сенің қалеген тілегіңді орынлайман. Менің кемпіріме табақ бер. Қамыр иілейтін табақ. Үйіңе бар, үлкен қамыр табақты көресең. Ғарры үйге қайтып, болған уақияны кемпіріне айтады. Кемпір жап жаңа қамыр табақты көріп, қатты ашуланады. Сен неге алтын балықтан табақ сорадың? Бар, алтын балықтан зәулім сарай сора. Алтын балық. Мені кемпір үйден қуып жіберді. Зәулім сарай сора деді. Ата, қапа болма. Үйіңе бар. Мен саған зәулім сарай таярлап қойдым. Ғарры үйге қайтып, кемпірінің қасына асығады. Сол мәуіртте күтілмеген уақия болады. Кемпір зәулім сарайға кеулі толмайды. Қатты ашуланып, патшайым болуым керек деп ғаррыға бақырады. Ашкөз кемпір үйден тағы қуып жіберді. Патшайым боламан деді. Ата, үйіңе бар. Мен қазір кемпірге күтілмеген сыйлық таярладым. Ертегіміз ұнады ма, балалар? Ұнаған болса, әлбетте лайк басың, комментария жазың.